Міне күнде қыза бастады деп өзіне өзі егде әйел терезеге бұрылып пысылдады. Ол ерте оянды, бірінші тауықтар шақырудан 20 минут бұрын. Әлі қараңғы еді, ал Маражан апай жеткілікті ұйықтаған жоқ, бірақ жұмыс көп болды. Барлық жерде шаңды сүртіп, тамақ дайындап, жақын маңдағы дүкенге жүгіру керек. Сондай-ақ шкафтан ескі мерекелік көйлекті тауып, оны үтіктеу жаман болмас еді, бірақ бұл уақыт қалса ғана. Маражан апай өте жігерлі әйел еді. Ауылда бұл қасиетсіз мүмкін емес, өйткені мұнда ешқандай қызмет көрсетуші персонал жоқ. Ірі қалаларда жас қыздар мен ересек әйелдер үйге тазалау қызметін және тамаққа тапсырыс берсе, ал заттарды кір жуатын жерлерде жуса, қарапайым ауыл тұрғындары бәрін өз қолдарымен жасай білуі керек. Міне Маражан апай оянған сәттен бастап үйдің барлық беттерін, тіпті бірнеше күн бұрын сүрткендерін де сүртіп, бірнеше кастрюль тамақ дайындап үлгерді. Біреуі пеште қайнап тұрған еді, ішінде көрші әйелдер қызғанышпен қарайтын ең дәмді борщ рецептісі бойынша дайын тағам бар еді. Екіншісінде ет қосылған сорпа қайнап жатты, егер бүгінгі қонақтары борщтан басқа нәрсе қаласа. Үстелде әрқайсысында біреуден кем 2 кішкентай кастрюль тұрды, біреуінде картоп езілген, екіншісінде фаршталған бұрыш. Ашық терезеден ағаш қақпаның ашылған дыбысы естілді. Маражан апайының естуі мен көруі керемет еді, тіпті қартайған шағында да бұл керемет қасиеттері оны тастап кеткен жоқ. Ас үй үстеліне ожауды қойып, ол терезеге жақындап сыртқа қарады. «Сәлем, көрші», деп оған жақын жерде тұратын құрбысы айқайлады. «Рита, тыңдашы, сенде тұз бар ма? Береміз», деп Маражан апай қуанышпен айқайлап, әйелді үнмен ішке шақырды. Көршісінің аты Мәрия Сембайқызы еді, ал олар Маражанмен жақсы қарым-қатынаста болды. Барлық жұмыс бітіп, уақытты қалай өткізу керектігін білмейтін кездері жиі болатын. Ондай сәттерде олар орындықта жиналып, көрші Бекзат мен оның үнемі ішетінін, немесе сол Бекзаттың ішпейтін кездегі алтын қолдарын талқылайтын. Мәрия Сембайқызы ас үйге таңғалған жүзбен кірді. Ол өзінің таңданысын жасыра алмады. Подругасының үйі тазалықтан жарқырап тұрды. «Рита, сен не істеп жүрсің?» деп сұрады ол, мінсіз жуылған линолеумге қарап. «Саған күйеу келе жатыр ма? Таңертеңнен бері кім үшін сонша тырыстың?» Маражан апай күлді де газды бәсеңдетті. Ол Марияға қайта оралып, қолын беліне қойды. «Егер менің күйеулерім келетін болса, мен бұл үйді жермен жексен етіп, орнына сарай салар едім». Олар күлісті. Содан кейін үй иесі ұлы мен оның қалыңдығының келуіне дайындалып жатқанын айтты. Оның ұлы Байбек 20 жыл бұрын ауылды тастап қалаға оқуға кеткен. Ол кезде бағдарлы Мәрия анашымдығы енді ғана танымал бола бастаған, бірақ жігіт одан үлкен перспектива көрді. Мектепті үздік бітірген соң ол университетке құжат тапсырды, ал оның басшылығы мұндай талантты талапкерді екі қолымен қабылдады. «Мен ұлыммен мақтанамын», деді Маражан апай жүзіндегі әрең байқалатын күлкімен. «Жарайсың, ол көрдің бе, ауылдан, қаланың шетіне шыққан бала қалай жетістікке жетті?» «Иә, сенің Байбекің жарайды, мұны бәрі біледі, ешкім күмән келтірмейді. Сен оның қалыңдығы кім екенін айтшы, соның үшін бүкіл үйді тазалап шықтың». «Ол қандай ханшайым?» Екі қолымен қабылдады. «Мен ұлыммен мақтанамын», деді Маражан апай жүзіндегі әрең байқалатын күлкімен. «Жарайсың, ол көрдің бе, ауылдан, қаланың шетінен шыққан бала қалай жетістікке жетті?» «Иә, сенің Байбекің жарайды, мұны бәрі біледі, ешкім күмән келтірмейді. Сен оның қалыңдығы кім екенін айтшы, соның үшін бүкіл үйді тазалап шықтың». «Ол қандай ханшайым?» «Ой, Мәрия, сен не дейсің?» деп айқайлады үй иесі. «Ұлымды 1 жылға жуық көрмедім, оның қалыңдығы нағыз сұлу, аты Сайра, сұлулығы көздің жауын алады. Ол сұлу ғана емес, ақылды да, институтта оқыған. Жас, сымбатты, сөзі қысқа, менің ұлыма лайық жар». «Жас дейсің бе?» деп көршісі сақтықпен сұрады. «Қазір көп еркек жас әйелдерді алады, ал олар алдап, ажырасып, барлық мүлікті бөліп алады». Марияның сөздері Маражан апайға қатты әсер етті. Ол қабағын түйіп, әрең жасырынған ашумен, «Ол ондай қалыңдық емес, менің ұлым ең жақсы», деді. Байбек 40-та, ал оған 25-15 жыл, айыр. Мәриялық көп емес. «Мәрия, бірақ менің ойымша, махаббат барлық жасқа бағынады дегендей. Ең бастысы, адамның жақсы болуы, ал ол сондай, жас мұнда еш нәрсе емес.
Ол бірнеше секунд үнсіз қалды, содан кейін ойына бірден келді де қосып қойды. Оның жас болуы да үлкен плюс. Жас қыздарда босану әлдеқайда оңай, қазір кейбіреулер қарт босанушы дейді. Ал онымен мұндай проблемалар болмайды, менің көп немерелерім болады. Ол қуанышпен күлімсіреп, қолын шапалақтады. Мен әлемдегі ең бақытты әже боламын. Мәрия Сембайқызы құрбысының әлдеқашан шиеленіскенін көрді, сондықтан оны қақпақыл сұрақтармен мазаламады. Маражан апайның ұстаныммен келісіп, оған қуанып, тұзды есіне салды. Ой, ұмытып кетіппін, деп айқайлады үй иесі. Көршісіне біраз тұз салып берді, ал ол кетіп қалды. Ас үйге қайтып оралып, сорпаны пісіріп болған бақытты ана жақын арадағы дүкенге не жетіспейтінін көруге асықты. Үстелде қызанақ пен қияр туралған және ұзын тарелкелерге оқыпты салынған нан да дайын еді. Бірақ ащы шұжық кесіндісі жетіспеді. Қайнатылған және ысталған шұжық сатып алу керектігін есіне түйді. Маражан апай ас үй алжапқышын шешіп, аяқ киімін киюге жүгірді. Кіреберісте сағатқа қарап, асығу керектігін түсінді. Олымен сайра 1,5 сағаттан аз уақытта келуі керек еді, ал көйлекті тауып, үтіктеу де қажет еді. Асығыс киініп алған әйел үйден шығып, дүкенге қарай беттеді. Сонымен Рита, пакетпен есептегенде 456 теңгеге алдың деп сатушы ойланып калькулятордың түймелерін басып 461 теңге берді. Жарқынай, сен не болған? 5-ті ақылмен қоса алмайсың ба? Деп Гүлжайна 40 жастағы толық әйел күлді. Ол 1 сағаттан бері дүкенде тұрып, прилавканың арғы жағындағы құрбысымен сөйлесіп тұрған еді. Жай, ұйықтап қалдым деп Жарқынай қолын сілтеді. Маражан апай әмияннан 500 теңгедік қағаз ақшаны алып, кассирге берді. Ол ақшаны қолында ұстап тұрып ойланып көзін алып қашты да, содан кейін қайтадан калькулятордан көмек сұрады. Гүлжайна қатты күліп, содан кейін қолын маңдайына шапты. Ойбай, осыншалықты ұйықтап қалу керек пе? Жарайсың, Жарқынай. Сен де кетші. Деп Жарқынай жауап беріп, 39 теңге қайтарды. Маражан апай ұсақ түйекті әмиянына салып жатып ойланып қалды да, содан кейін тағы бір тілім ірімшік беруді сұрады. Сен не, Рита, банкет жасамақшысың ба? Деп сатушы таң қалды. Ой, қызым, деп жауап берді ол, бұл туралы сұрағанда ғана жауап беруге дайын тұрғандай. Ұлым келе жатыр, Байбек пе? Деп Гүлжайна таң қалды. Ал сен басқа біреуді білесің бе? Деп Жарқынай әзілдеді. Содан кейін Маражанға бұрылып, қанша уақытқа келе жатыр? Қысқа мерзімге ме? Бұл қыз үшін мүлдем басқа мәселе еді. Ал Маражан апай өз ұлының жеке өмірінде не болып жатқаны туралы қайтадан айта бастады, тек енді басқа аудиторияға. Әрине, ол қайтадан келіннің жақсы қыз екендігін, институтты бітіргенін және өте әдемі, тіпті жер бетінде жоқтай келбеті бар екенін айтты. Ой, мен тіпті қызғанамын, деді Гүлжайна жас, әдемі, ақылды және қалалық қыз туралы әңгімені тыңдап болған соң. Жарайсың, сенің Байбекің. Бақытты ана ұлына айтылған мақтау сөздерінен қызарақтап қалды, бірақ жүрегінде үлкен мақтаныш сезінді. Прилавкадан ірімшік алып, ақшасын төлеп болған соң, ол риза болып дүкеннен шықты. Қызғанамын, деді құрбысы кеткеннен кейін сатушы, Жарқынай күлімсіреп. Біздің Рита бақытты, өте бақытты. Ағаш қақпаға Мәрияна келіп тоқтады, одан 1 метрдей жерде. Маражан апай терезеден қарап, арқасынан тітіргену сезді. Міне, ұлымда келді, деп алаңдап терезенің алдында саусақтарымен тықылдатып отырды. Міне дастархан жайылады, ол әр жағдайда тезірек әже атанғанын естігісі келетін. Мәриянаға бірнеше секунд қарап тұрып, көзін сәл ары қарай бұрды. Жолдың арғы бетінде, Мәрияның үйінің жанында 2 әйел тұрып, қонақтарды мұқият бақылап тұрған еді. Біреуі сол Семеновна, ал жанында Ирка тұрды. Шамасы ол Жарқынаймен әңгімелесіп болған соң дүкеннен жаңа ғана шыққан. Егде әйелдің жүрегі кеудесінде лүпілдеп, ол асыға күтті. Автомобильден оның туыстары шыға бастағанда бірінші болып жүргізуші жақтан Байбек шықты. Маражан апай оның алдыңғы орындықтағы жолаушысынан сұлу келіннің шығуын күткендей болды, бірақ жағдай басқаша өрбіді. Мәриянадан мүлдем басқа әйел шықты. Оны көрген зейнеткер әйел өмірінде бірінші рет қатты таңғалды. Оның таңданысының шегі болмады. Дидардың артынан Мәриянадан сырт келбеті 35 жастағы әйел шықты. Оның жүзі сүйкімді еді, бірақ бұл сүйкімділіктің артында толықтық бар еді. Басында Маражан апай бұл сайраның қатты толып кеткені деп ойлады, бірақ кейін оның алдында мүлдем басқа адам тұрғанын түсінді.
Ер адам анасымен сөйлесіп, олар өз таңдаулысымен үйге кірді. Маражан апай сол кезде терезеде тұрып, жолдың арғы жағында тұрған құрбыларын бақылап тұрды. Олар бір-бірінен сыбырласып күліп жатты. Ал зейнеткер әйел бұл сәтсіздік екенін түсінді. Ол оларды қызғандырды. Енді олар оны мазақ ететін болады. Артынан есіктің жабылған дыбысы естілді. Әйел балаларын қарсы алу үшін дәлізге қарай жүгірді. Ол өзінің мерекелік киіміне киініп алған еді. Көйлегін үтіктеуге үлгерген болатын. Кіреберісте Дидар тұрды, ал оның артында осы уақытқа дейін белгісіз болған әйел тұрды. Ол қандай да бір жолмен көздің жауын алатын Сайраның орнында пайда болған еді. «Сәлем, анашым», деп Байбек қуанышпен айқайлап, анасын құшақтауға шақырды. «Таныс болыңыз, анашым, бұл Сағира, менің қалыңдығым». «Сәлеметсіз бе?» деп Сағира ұялшақ және сыпайы жауап берді. «Сіз Маражан апайсыз ба?» «Иә, деп зейнеткер әйел күлімсіреп жауап берді. «Танысқаныма өте қуаныштымын, Сағира, ал енді жүріңіздер». Дастархан бірнеше сағатқа созылды, ал осы уақыттың барлығында Маражан апай жүйкесі жұқарған күйде болды. Дидар оған ештеңе түсіндірмеді. Барлық ақпарат Сағираның оның қызы екендігімен, олар бір-бірін қатты жақсы көретіндігімен және олардың үйлену тойын ойластырып жүргендігімен шектелді. Ал қалыңдық Дидардың әрбір сөйлемінен кейін басын изеп, дерлік барлық уақытта үнсіз қалды. Кететін Мәриенаға қолын бұлғап, егде әйелдің қабағы әр секунд сайын түйіле түсті. Таң ерте еді, ол ешкім шығып кешегі мақтаншақтығы үшін күлмейді деп қатты үміттенді. Бірақ оның үміті ақталмады. Артынан ағаш қақпаның сықырлаған дыбысы естіліп, үйінің алдындағы жолға Мәрия Сембайқызы шықты. Жолда тұрған көршісін көріп, ол оған жақындады. «Рита, мақтаншақтығың бір қапқа толды ма, ал іші бос пе? Сенің сұлу келінің бір жылда осыншалықты қартайып кеткен бе?» деп Мәрия күлді. «Мен оны білмеймін, Мәрия», деп Маражан апай шиеленісіп жауап берді. «Ұлым онымен кеше ғана танысты. Оның аты Сағира». «Сағира», деп көршісі ойланып айтты. «Ал мүмкін, Рита, ешқандай Сайра болмаған шығар. Бәрін өзің ойлап тапқан шығарсың, ал ешкім оны басқаша көрмейді деп үміттенген шығарсың». Көңілі қалған ана құрбысына ашулы көзбен қарап, баяу үйіне қарай кетті. Үйдегі ауа райы жақсы болмады. Күні бойы қаланың үстінде бұлттар үйіріліп, кешке жаңбыр жауатыны сөзсіз еді. Маражан апай жоғарыға қарап, бұл сапарының өткінші екеніне тағы да көзі жетті. Ол мұның бәрін бекер бастады деп ойлады. Қаладағыдай өтіп бара жатқандардың оған соншалықты назар аударғанын ол еш жерде байқамаған еді. Барлығы оған жат адамға қарағандай қарады. Әрине, жастар сәнге деген сүйіспеншілікке үйренген, ал оның ескі киімдерін қабылдамады. Жастардың тобырының оған таңданыспен, тіпті кейде жиіркенішпен қараған көздерін ұстап қалу өте ыңғайсыз болды. Бірнеше рет ол өзін сенімсіз сезінгенде, скутермен балалар оған қарай зулап келе жатты, ал бір рет әйел тіпті секіріп қала жаздады, бірақ соңғы сәтте олар бұрылып өтіп кетті. Жындыхана деп ойлады ол, белгіленген жерлерге жеткенше. Оның үстінде жаңбырдан қорғайтын ештеңе жоқ еді. Ол ашық аспан астындағы отырғышқа отырғандай, жаңбыр суының оны қашан шайып кететінін күткендей болды. Әйел кетіп, кіреберістің шатырының астына тығыла алар еді, бірақ ол мұнда қанша уақыт тұруға тура келетінін білмеді. Аяғында ұзақ тұру қиын болды. Мәриямында таксимен келді, біраз ақша жұмсап қайтар жолға да шамамен сонша ақша кететін еді, бірақ ақша мәселесі оны қалада немересі Сайрамен кездесуге келгеннен гөрі аз мазалады. Зейнеткер әйел ұлының жеке өмірінде болып жатқанның бәрі Байбекні сиқырлап, оны осындай керемет қыздан айырған осы Сағираның ісіне байланысты деп сенді. Сайраны тезірек қайтару керек деп ол ауладағы орындықта отырып өзіне өзі пысылдады. Қыздың қайда тұратынын ол білетін. Олар Дидардың үйінде қонақта болған кезде, 1,5 жыл бұрын, олар болашақ келінді үйіне апарып тастаған, ал Маражан апай таңғалып, қыздың ұлы тұратын жерден 2 үй ары тұратынын байқаған еді. Әйел ескі қол сағатына қарап, мұнда 3 сағатқа жуық отырғанын түсінді. Егер әңгіме тез және нәтижелі болса, ол автобуспен қайтып, ақшасын үнемдей алар еді. Егер ақша керек болса, ол күтетін еді және қатаң есеппен үйіне таксимен қайтатын еді. «Мен мұның бәрін бекер бастаған жоқпын», деді ол қайтадан өзіне өзі. «Бекер емес, және бұған күмәндануға болмайды». Кенеттен домофон шырылдап, кіреберістің ауыр есігі ашылды. Маражан апай бірден керекті жаққа қарады. Алдынан дәл сол, өзіне керекті Сайра көрінді.
Көздің жауын алатын келіннің кіреберістен шығып келе жатқанын көріп, ол бірден орындығынан тұрып, оған қарай бет алмақшы болды, бірақ кенет тоқтап қалды. Сайра біреуді күтіп тұрған еді. Ол есікті қашан біреу шығатынын күткендей алаңдап басын изеді. Мүмкін көрші, деп ойлады Маражан апай, бірақ оның барлық үміті бірден күлге айналды. Көшеде жас жігіт бала арбасын итеріп келе жатты. Сайра бұл жігіттің бетінен сүйіп, екеуі ауладан шығып кетті. Осы сәтте Маражан апайға бәрі түсінікті болды. Сағираның ешқандай келіссөздері болған жоқ. Сайраның олардың отбасына қайта оралу мүмкіндігі де жоқ еді. Шамасы, қыз Дидардан өзі кетіп қалған, ал ұлы мұны анасына ашқысы келмеген. Сұлуды қайтару мүмкін емес, өйткені оның басқа адамнан балалары бар еді. Әйел вокзалға дейін автобуспен барды. Бұл шамамен 40 минутта алды, ал ол вокзалға жақындағанда әлсіз жаңбыр сіркірей бастады. Маражан апай ауылға билет сатып алды, ал кассир автобустың 1 сағаттан кейін ғана келетінін айтты. Бәрін ойластыруға уақыт болады деп, әжей кассадан билетін алып жатып жұмбақ күлімсіреді. Ол орындыққа отырды, ал көзінен жас парлады. Оның қиялында салған ғажайып сурет кейін қалпына келтіру мүмкін емес болып бұзылды. Сенің байбекіңда қазір жақсы әйелде, жер бетінде жоқтай сұлу балалар да болмайды, тек осы Сағира болады. Сағирадан кет. 1 сағат бойы ол тек осы туралы ойлады. Көп ұзамай автобус келді. Маражан апай ең артына барып, терезе жанынан орын алды. Ауылға дейін 1 сағаттан сәл астам уақыт жүру керек еді, бірақ зейнеткер әйел туралы ойлаудың қажеті жоқ еді. Оның басы ауыра бастады, сондықтан автобуста біраз ұйықтап алуды шешті. Автобус оны тербетіп, ұйықтауға қиналудың да қажеті жоқ еді. Автобус белгіленген жерге келгенде, Маражан апай кенеттен тоқтағаннан оянды. Автобус сілкініп, әйел маңдайын орындыққа сәл соғып алды. Басы қақ айырылып жатқандай ауырып, жүру қиындады. Қысымы көтерілді. Автобустан түскенде аяғын сәтсіз басып, сүрініп кетіп, аяғын қатты шығарып алды. Жақсысы, ол алға қолын созып үлгеріп, жерге құлап түскен жоқ. Әрине, адамдар оған тұруға көмектесті, бірақ үйге өзі жетуге тура келді. Үйге келген соң Маражан апай аяғының қатты ісіп кеткенін және қаттырақ ауыра бастағанын байқады. Әжей қанша шыдаса да соңында ұлына қоңырау шалуды шешті. Ол үйде тайып кеткенін ойлап табуға тура келді. Көп күтпе, қазір барамын деп Дидар жауап берді, ал анасы күтуге мәжбүр болды, аяғындағы қатты ауырсынуға шыдап. Жарты сағаттан кейін аулаға Мәрейна келіп тоқтады. Мәрейнаның есігі жабылып, қақпаның сықырлаған дыбысымен үйге қарай асыққан аяқ дыбыстары естілді. Анашым, деп ұлы кіреберіске жүгіріп кіріп айқайлады. Анашым, біз келдік. Біз бе? Деп Маражан апай ашуланып ойлады. Ол үйінде жаңа келіні Сағираны көреді деп күтпеген еді. Бірақ Сағира келді, қайын енесін біраз жүйкелендірді. Шынында да әйел көп жүйкеленген жоқ, өйткені Сағираның жедел жәрдем фельдшері екенін тез түсінді. Ол өзімен барлық қажетті дәрі-дәрмектер мен препараттарды алып келді, аяғын эластикалық бинтпен таңып, ауырсынуды басатын дәрі берді. Анашым, сіз мұнда жалғызсыздан ба? Деп Дидар мұңайып сұрады. Маған жұмысқа кету керек, егер сіз менің жанымда болсаңыз, сіз мені түсінесіз. Ой, балам, қалай болса да шыдаймын деп анасы қолын сілтеді. Сен мен үшін уайымдама, мен өзім-ақ күресемін. Сағира біраз уақыт үнсіз қалды, содан кейін батылы жетіп, Дидар, сен кете бер, ал мен мұнда қалайын, менде бәрібір 1 апта демалыс, мен анашыммен бірге болайын деп ұсынды. Маражан апай мұндай ұсынысқа қатты таңғалды, ал бұл таңданыс оған ұнаған жоқ. Ол бірден қарсылық білдіре бастады. Жоқ, Ниночка, қажет емес, мен өзім-ақ күресемін, неге уақыттарыңды аласыңдар? Ештеңе етпейді, Маражан апай, мен бәрібір қаламын, бұл мен үшін проблема емес. Сағира 1 апта бойы қайын енесінің жанында болды, ол айтқанша. Осы апта ішінде Маражан апай келіні туралы пікірін қатты өзгертті. Сағира зейнеткер әйел бірінші көргенде ойлағандай жаман емес болып шықты. Иә, ол Сайрадан сыртқы келбеті жағынан кем түсетін, бірақ одан керемет үй шаруасындағы әйел шықты. Ол барлық жерде көмектесті, ешқашан шағымданған жоқ, және ұрысқан жоқ. Оның да бір қайғысы бар еді, ал 2 күннен кейін Маражан апай ұлының бұл әйелдікке бекер таңдамағанын түсінді. Дидардың келуіне 1 күн қалғанда олар екеуі қонақ бөлмеде отырып, кешкі телешоу көріп шай ішіп отырды.
Маражан апай Сағираның оған бір нәрсе айтқысы келетінін көрді, бірақ әйел шешім қабылдай алмай тұрғандай болды, сондықтан оны асықтырмауды шешті, ол өзі батылдық жинайды деп үміттенді. Білесіз бе, анашым, мен сізге құпияларымды сеніп айта аламын, деді Сағира кенеттен. Екінші әңгімелесуші не айтқанын естігенде, зейнеткер әйел көзін жұмып, қолымен бетін жапты, жүзінде күлкі пайда болды. Ол диванның арқалығына сүйенді. Қарт әйелдің қуанышында шек жоқ еді, өйткені ол жақында әже болатынын бірінші болып білді. Иә,